қандай болып қалар-ау деген сияқты қылып алып отырмын ғой. Сонда ответі осылай болады. Сонда мына 9-ның алдында 11 тұр, е? Қай 9-ның алдында? Мына бірді, ойбай, жазылып тұр ма? Мына бірді жақшаның ішіне кіргіздім да, бірақ мынада бір бар, мынада бір, солай 9 бір бар. Вот соның 9 екенін білу керек та. Мына бір жақшаның ішіне кіріп кетті, соны шатастырмау керек ше. 1 қосу 10 қосу 100 деген сөз, ол мына бірінің астына бір жазылып кете береді деген сөз ғой, мынандай сан шығады, оңай есеп дегенге. Сонда андағы жерде 11 тұр, е? Иә, 11 тұр, бірақ мына бір-бірді мен мынаның ішіне қосып жібердім. Бұның 9 бір екен, мынадан біліңіздер деп тұрмын да, 10 қосу 1. 1 0 болса, қасында 1 бар. 2 0 болса, 2-ші 1, 3 0-де 3-ші 1. 9 0-дан кейін ол 9-шы 1 екен. Сондай бір немен кішкене жаңа логикамен не қылып алу керек та, чтоб шатасып кетпейтіндей. Неге сүйенілген деген сияқты. Сонда уже есепте қиналмайсыздар. Так. Келесі. Ажыныс ханым, сізбен тыңдап отырғанда бәрі түсінікті болып отырады да, артынан қарағанда. Сол ғой, ол үшін сіздер бұны бір рет көрмеу керек. Мысалға, 11-ші класстың оқушысын ұбт-ға дайындағанда солай айтамыз. Мысалы, мынаны шығардың ба? Есебін мен сіздерге бөлек жібердім ғой. Сол есепті сіздер записсіз қайта өздеріңіз шығарып көріңіздер. Есіңізде қанша есеп қалды, тексересіздер, қанша есеп. Мысалы, 40-тан 10-ы или 20-сы 30-ы қалуы мүмкін. Түсінбедіңіздер ма? Көп есеп, қайта видеоны көру керек та, қайта ана есеп шығару керек. Поканы ми өзі қорытып, мынадан былай, мынадан шығыпты ғой дегенге жетпейінше, ол не қылмайды. Жаттанды болып қалады да қазір. Түсінген сияқты, бірақ уақытша нәрсе ше, уақытша. Бір сұрақ қояйыншы, Ақжүніс ханым. Менде бар ғой, анау бірінші рет қатысам ғой. Сонда мысалы жауапты біліп тұрса жазасап, келесі есептің жауаптарын ғана жазасаса да бола ма? Шығармай-ақ? Бұл жерде шығарудың қажеті жоқ қой. Басында тест. Өзі 3 деңгей емес па? Бірінші жаңағы 4 балдық, 5 балдық па? Балдары бар ғой өзінің. Тестті белгілей саласыз. Үшіншісінде соңғы деңгейден андай скобка тұрады, соның ішіне жауапты жазасыз. Енді жаңағы черновиктеріңізді сұрамайтын шығар, білмеймін енді қалай тексеретінін. Ал сұрап жатса, черновикке шығарылған жолдарыңыз болады, но бірақ ответіне, мысалы, Алтын Сақаныкінде тек баланың таза жұмысын тексереміз ғой, несіне қарамаймыз, черновигіне. Енді соңғы 3-ші деңгейде ма түсіндіретін, дәлелдеу керек деген? Ана 10 балдық бір тапсырмасы қосылады деген былтыр болды, кажется, сондай 10 балдық бір тапсырма. Қалғандарын бәрі анандай. 2 тест, 3-шісі бос үй ашық, жауабын ғана жазып қоясыз өзіңізші. Мысалы, мына жерде, мынау 3-ші тапсырма болып тұрса, былай тұрады да, ответі. Осыған жауапты өзіңіз жазасыз. Бұнда да жолын тексермейді. Мысалы, 12, 25 деп тек ответін жаза саласыз. Жақсы, рахмет. Так, мына жерде қараңыздар. Осындай 84 фигура берілген дейді. Циклды қарау керек. Мына 6 фигура тағы 6 болып қайталанды. Көрдіңіздер ма? Цикл 6-дан қайталанып жатыр. Значит, шексіз осындай 84 қанша цикл бар? 6-ға бөлеміз. 10, 14 бола ма? 14 цикл бар, қайталанып тұрған. Значит, міне, осылай 14 рет кездеседі. Енді ары қарайғы сұрақ. 3 бұрыштың қасында тұрған фигуралар қызылға боялады дейді. Міне, 3 бұрыш өзі, біреу, екеу, мына біреуде мына 3 бұрыштың қасында тұрғы, міне қарасаңыздар, үшеу. Үшеу боялады. Сосын қайтадан мына үшеу боялады. Міне, сонда әрбір циклда 3-3-тен боялады екен. 14 цикл әр қайсысында 3-3-тен боялатын болса, 42 боламыз бетсек. Енді бұл жерде неге мән беру керек? Естіп келе жатады да, соңғы, бірінші цикл деп алайық, екінші цикл тағы осы сияқты 14-ші цикл уже. Ең соңғы 14-ші фигура. 3 бұрыш жоқ болады, ол жерде. 4 бұрыш, 5 бұрыш, 6 бұрыш, шеңбер,
трапеция дейміз соңғысын. Мынау боялады, бірақ мынау боялмайды. Осыны ұмытпаңыздар. Себебі одан кейін үшбұрыш жоқ, көрдіңіздер ме? жұмыс бір Сонда бола ма сонда? мынадан бір тастасақ 41 фигура боялады екен міне. Логикасы сода бұл есептің. Түсінікті ме? Түсінікті. Соған беріп тұр. Соңғы фигура боялмай қалады. Себебі оның қасында үшбұрыш жоқ. Міне, осыған мән беріңіздер. 42 деп кетсеңіздер, уже қате болып қалады бұл есеп. Сондай бір нелері бар жаңағыдай. Логикалық тапсырмалар адамды сәл шатастыратын. Так, енді мынау да сон сияқты есеп қараймыз. Тоже цикл. Тақсандап тұр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 деп кете береді. 39-шы цифрда. Значит, мынау бірінші, екінші, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 цифр қолданып тұр мына жерде. Көрдіңіздер ме? Мына 5, 11-ші цифр деген сөз. Тура осы сияқты 39-шы цифрды қалай табамыз? Значит, 1-ден 9-ға дейін 5 цифр қолданып тұр. 5 цифр қолданып тұр. Соны қараңыздар. 11-ден 19-ға дейін. Так, 5 сан бар ғой, 11, 13, 15 деген. Так, әрқайсына 2-ден 10 цифр қолданып тұр. Міне. Келесі 21-ден 29-ға дейін тағы 10 цифр қолданады. 31-ден 39-ға дейін тағы 10 цифр қолданады. Сонда общий бізде 35 цифр болды. 39 болу керек. Енді 36-шы цифр, 37-ші цифр, 38-ші цифр, 39-ші цифр. Санымыз 2 таңбалы. Уже 41-ден бастаймыз, е? 41, 43 десек, міне 39-ші цифр, 3 цифр екен. Түсінікті ме? Осылай табасыздар. Мынау әрқайсысы бір цифр білдіреді, ана 2 таңбалы. Соны шатастырып кетпесеңіздер болды. Кеттік. Қазір ноутбугын зарядке қоя салайық. Өшейін деп тұр дейді. Келесі мынау да заңдылық. Қараймыз. Собачка алдында келсе, значит, сол 2 санның қосындысы деген сөз дейді. Түсінікті. Ал артында келсе көбейтіндісі. Ал енді мынаны шығарайық. Алдында келіп тұр екен. Значит, ол 2 санның қосындысы деген сөз. Ал артында келсе 2 санның көбейтіндісі. 35 қоссақ 42 сонда. Түсінікті ғой, осылай шығарамыз міне. Так. Келесі есеп. Енді бұлда вообще басқаша. Мынау берілсе 6-ға дейінгі қосындысы дейді. Өткенде бір алтын сақада ма осындай бір есеп кездескен. Бір ответ ұмытпасам 210 болатын. Бұл чатта сұраған болатынсыздар. Міне, значит, бұл не деген сөз? 1-ден 16-ға дейінгі санның қосындысы деген сөз. Бұл 1 мен 16-ны қоссам 17 шығады. 2 мен 15-ті қоссам 17, значит, бұндай қанша жұп бар? 16-ның жартысы 8 жұп бар. 8-ге көбейте салам. 80, 56, 136 ма? 136 шықты. Енді мынау не? 7-ге дейін қосындысы дейді. Алам 8-ге дейінгі деп тұр. Көрдіңіздер ма? Сонда 7-ге дейінгі сандарды қосып, 8-ге дейінгі сандарды қосып, алып таста деген сөз. Значит, ол не деген сөз? 1, қосу 2, қосу 3, қосу 4, қосу 5, қосу 6, қосу 7, қайтадан 8-ге дейін алып таста бәрін. Значит, ол санды қосып азайттың, ол мәні өзгермейді. Мынаның бәрі кетіп қалады мына. 1 мен 1, 2 мен 2, 3 мен 3, 4 мен 4. Осы жерде түсінсеңіздер, оңай шығарасыздар. Сонда мына жауапта тек 8-ді ала сал деген сөз болды. 136-тан 8-ді алып тастай салсақ, 128 шығады ответіне. Түсінікті ме? Осыған берілген. Міне. Уақытты үнемдеу үшін осындай нелеріне мән бересіздер.
Ақжүніс ханым, мынаны былай істеуге бола ма? Тоже. Мысалы, собачка 7 деген мына 21-ге 7-ні қоса қоям, 28 болады. Мына жерде 21 деген қайдан шығып тұр, қараңыздар. 21-ге 7-ні қосып 28 шығады деп. Қай неге сосын байланысты айтып тұрсақ па? мен былайша өзімше былай есептеп тұрғаным ғой жаңағыдай. Собачка 7-мен. Жоқ, мынау 128 ғой. Ол 21 қайдан шықты? Бұл деген собачка 6 деген сөз, 1-ден 6-ға дейінгі санның қосындысы. Көрдіңіздер ма? 21 шығып тұр. Просто бізге енді 7-ні қосып, жауап 128 бір совпадение болып қалған шығар, бірақ енді үйтіп айта салғанға келмейді бұл жерде. Көрдіңіздер ма? Мына 16-ны қос деген сөз 1-ден 16-ға дейінгі санның қосындысы. Жоқ, сол 16-ға дейін қостық қой, соғана собачка 7-ні қосып, сосын 8-ді алып тастауға бола ма? Кәдімгідей есептей отырып. Болады ғой, көрдіңіз ба? Собачка 7-ні, мынаған 8-ді қосып 28 шығады ғой. 7-ні қоссақ. Одан 8-ді қоссақ, 28-ді қосамыз, 36-ны аламыз. Міне, үстеп отырсаңыздар да мына сан шығады. Көрдіңіздер ма? Дұрыс ол да. Просто ол уақытты тиімсіз дегенім ғой. Мынаның мағынасын просто сіздер түсіну керексіздер. 7 азайту собачка 8. Что? 1-ден 7-ге дейінгі санның бәрі мынаның ішінде бар да, сонда тек жауаптан 8-ді алып таста деген сөз. Көрдіңіздер ма? Соны түсініңіздер деп отырмын. Қайта қосып алмайды. Или там собачка 9 алу, собачка там 11 дейтін болсақ, мынаның ішінде 9-ға дейінгі кетіп қалады, сосын 10-ды аласыздар, тағы 11-ді аласыздар мына жауаптан деген сөз. Көрдіңіздер ма? 9-ға дейінгі сан мынаумен кетіп қалды түгел. 10-ы мен 11-ін. Просто тиімдірек тәсілін көрсетіп жатырмын да, сонда қайта қосып, қайта есептеп отырсыздар. Енді түсіндік қойған сұрағыңызды. Сол жағынан бұл тиімдірек. То қайтадан қосып отыра берсеңіздер, болады, ол да шығады. Просто уақыт ол кезде уже. Мынау не дейді? 1-ден 2025-ге дейін 5-ке бөлінетін сандар ретпен жазылған, мысалға 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, мысалы 40, 45 деп кетті дейік, 2025-ге дейін. Осы жерде 4 пен 5 қатар кездесетін, міне мысалға мында тұр ғой. Міне осындай қатар кездеседі. Неше рет соны табу керек. Көрдіңіздер ма? Енді бұны табудың мынандай несін көрсетейін. Мысалға 10-дағы мен 1-лігі. Значит, 4 пен 5 болады. 45. 5-ке бөлінеді. 10-дағы мен 1-лігі 54 болады ма? 5-ке бөлінбейді, ол уже алынбайды. Көрдіңіздер ма? Алынбайды. 45 болуы мүмкін. Тағы не болуы мүмкін? 145 болуы мүмкін. 245 болуы мүмкін. 345. Тағы осылай кете береді. 945. Міне 45-тер кездесіп жатыр, одан кейін 1045, 2000-ға дейін барады. Осы барады, 2045 болмайды, сонда 1945 пен бітеді. Түсінікті ма? Енді осы жерде қанша сан бар, соны табу керек. Мына жерде 100-ден 900-ге дейін 9, мынаумен 10 болды. Мына жерде 1000-нан 10, 20 сан бар ма мына жерде? Міне, 20 сан шығып тұр. Енді 10-дық пен 1-лік, енді 100-дік пен 10-дық болуы мүмкін. 45. Ар жағында 0. 450 мысалға, міне 10-дық пен 100-дікте кездесу мүмкін. 450-де, қаншада? 455-де, 1450-де, 1455-те кездесу мүмкін. 4 жауап шықты, көрдіңіздер ма? Енді 54 кездеседі, артында 0 болса бөліне береді ол 5-ке. 540, 545, 1540, 1545. Тағы 4 жауап шықты. Міне.
Енді қайда кездесуі мүмкін? Ондық бірлік, жүздік ондық, енді мыңдық жүздік бола ма? Мыңдық 4.000-нан басталса, немесе 5.000-нан басталса, мына санынан ол асып кетеді. Бұндай жауап жоқ. Енді артығын алып тастайын мен. Мыналар керек емес екен. Көзіміз жеткізді. Енді қандай жауап болуы мүмкін? Енді мысалға мына жерде міне мына 35 пен 40-ты қарасаңыздар, басқа пастамен көрсетейін. Мына 35, мынау 40. Мына 35 бірінші санның бірлігі, мынау екінші санның ондығы 40. Көрдіңіздер ма? Наоборот, бірлік ондық болуы мүмкін. Вот осындай сандар қанша, соны іздеуіміз керек. Так, бізде бірлігі және ондығы. Міне 35 пен 40. Мында кездесіп тұр ғой, уже көрдіңіздер ма? 5 пен 4 болып. Тағы қалай кездесуі мүмкін? Так, 5 пен 4 болып кездесті мына жерде. 135 пенен 140. Міне 135 пен 140 болмайды екен, уже көрдіңіздер ма? 4 келіп қалады екен. Бұл болмайды екен. Так, тағы қайда кездесуі мүмкін? 35 пен 40. 435 пен 440-та кездесуі мүмкін. Ары қарай 445 пен 450-де кездесуі мүмкін. Міне, екі сан түсінікті ғой, көріп атқандарыңыз. 455 пен 460-та, 465 пен 470-те. Қалдарың қалай? Жолдарың болсын, аман есен бар. Немерелеріңді, мақтыларыңды 485 пен балаларға сәлем айт, дұғай барлығына. Осы жерде кездесуі мүмкін. Жақсы. Қайда? Тілектер жеткізіңдер енді. Біреу, Нешеде 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан шықты. Даусын басасыздар ма, апайлар? Так, мына жақта 7 сан шықты. Кездесетін. 5 пен 4 пен кездесті бұлар. Енді тағы қандай кездесуі мүмкін? Біз білмей отырған тағы қай сандар қалып қалды? Мынаның алдында неміз бар ғой біздің? 395 пенен 405, 405 пенен 410 бар. 435-тен бастап кеттім ғой. 415 пен 420, 425 пен 430, міне. 1, 2, 3, 4. Общий 11 сан. Міне. Осылай кездесу мүмкін. 11, 4, 4, 20. Барлығы қанша? 20 қосу 4 қосу 4 қосу 11 тең 39 санда кездесеткен. Міне. Осылай шығарамыз. 39 сан. Ал нені ала алмаймыз? Мына бірлігі мен бестігі 5 пен 4-ті алып отырмын ғой мен. 4 пен 5-ті ала алмаймыз. Себебі мынау 4 болып қалса бірлігі, ол 5-ке бөлінбейді. Көрдіңіздер ме? Бұл вариант болмайды. Сонда міне болатын варианттар осы екен. Үйделеккен, Көрдіңіздер ме? Осындай тапсырмалар. Жолы, бұлай түсінікті болды ма жолы? Иә. Күрделі тапсырма. Осылай алыңыздар. 39 жауап шығады. Келесі тапсырма. Қарап шықтым өткенде. Бұлай жалпы сәл күрделі тапсырмалар кездесеткен негізі алтын тұғырда, алтын сақаға қарағанда осындай күрделі тапсырмалар бар екен. Енді мынауда тағы бір сондай күрделі тапсырманың бірі. Не дейді қараңыздар? Ең үлкен, ең кіші цифрлардың қосындысы 6-ға тең дейді. Мысалға ол 3 таңбалы сан деп тұр, мысалы, 3 таңбалы сан. 6, 0 болуы мүмкін.
Ең үлкен, ең кішісі. Бірақ ортасындағы цифр уже осы екеуінің арасындағы сандар. 650 болуы мүмкін. Мысалы, 640, 630, осы үш цифрды пайдаланып табамыз қазір. 610 болды. Енді мынадан қанша сан құрастыра аламыз орын ауыстырып? Мына жерде өсу реті деп айтпаған ғой. 605 де болуы мүмкін. 506, 560, міне 4 сан шықты. Көрдіңіздер ме? Значит, үлкені мен кішісінің қосындысы 6-ға тең болатын. Мына жерден де тура сондай 4 сан шығады. Мына жерден де тура сондай 4 сан шығады. Мына жерден де тура сондай 4 сан, мына жерден де тура сондай. Общий 20 сан шықты. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бұл бір вариант қана. 6 мен 0-ден алған. Енді тағы қандай вариант болуы мүмкін? 5 пен 1 болуы мүмкін. Қоссақ шығады ғой бізде 6. Значит, соны тексереміз. 500 мысалға 41, 531, 521, 511 алынбайды уже. Екі рет бір болмайды. Значит, мына жақтарда. Мынада қалай болады? 541, 514, 415, 451, 145, 154. 6 жауаптан шығады бұл жерде. Мынадан 6, мынадан 6, мынадан 6, 18 ответ шығады. Түсінікті ғой, Талшыныс ханым? Ау. Жоқ, мен түсінбей отырмын. Мына ең үлкен цифры мен ең кіші цифрларының қосындысы 6-ға тең болатын дегенде мен Иә, басқадай мына ұғып қараңыздар. отырмын. Мына санның ішінде ең үлкені мынау мен мынау екеуін қоссақ 6 шығады. Көрдіңіздер ме? Ең үлкен мен ең кішісін қоссақ. Мгм. 6 шығады. Одан Значит, кейін 650 деген сан болуы мүмкін. 605, 506, 560. Ең үлкен мен ең кішісін қоссақ. Бұндай 4 сан бар. қосылмайды ғой. 6 болмайды ғой, 605-тің Жоқ, 6-сы ең мен 5-і. үлкені мен ең кішісін ғана қос дейді. Басқасын қоспа дейді. 6 мен 0-ды ғана қос дейді. 6 мен 0-ды ғана қос, 6 шығады. Мыналар Мына неге жақта жаздыңыз уже астына? ал Мынаны неге жаздыңыз астына 605, 506 деген? енді ол үш таңба алсаң ғой, әкеңіздер қайтадан түсіндірейін мынаны. Былайынан түсіндірейін. Так. Иә, былай қарап тұрсаң, күрделесеп, қазір түсініп алсаңыздар оңай бірақ. Осылай түсінбесеңіздер сұраңыздар, жарайды ма уақытысында. Енді қараңыздар. Енді жалпы екі санның ең үлкен, ең кіші екі цифр бар. Екеуінің қосындысы 6 шығады. Значит, 6 мен 0 болуы мүмкін. Бір вариант. Бір вариант 5 пен 1 болуы мүмкін. Бір вариант 4 пен 2 болуы мүмкін. 3 пен 3 алынбайды уже, ол екі цифр үлкен кішісі жоқ, иә? Енді құрамында 6, 0 бар, 3 таңбалы цифр. Значит, ол қандай болуы мүмкін? 6-дан ең үлкені және 0 арасында 5-тен тұруы мүмкін. Міне осы үшеу арқылы цифр құрастырамыз. Жаңа айттым, 4 сан шығады бұдан. 650, 605, ішінде үлкені мен кішісі қосқанда әйтеуір 6 шығып тұр. Көрдіңіздер ме? Келесі 640 деп алсақ болады. Бұдан да 4 сан құрастыруға болады. 640, 604, 406, 400 қанша болады? 60, міне 4 сан құрастыруға болады. Үлкен мен кішісін қосындысы әйтеуір 6 шығып тұр бізде. Көрдіңіздер ме? 6, 3, 0 деген цифрлардан да тағы 4 сан шығара аламыз. 6, 2, 0 дегеннен де тағы 4 сан шығара аламыз. 6, 1, 0 деген цифрлардан тағы 4 сан шығара аламыз. 20 сан шықты, міне. Осы 3 цифрлардан. Енді 5 пен 1. Үлкені мен кішісі 5 пен 1 болу керек. Ортасында бірақ 4-ті қолдан аламыз ғой. Үлкен емес қой, 4. 5 пен 1-ді қоссақ 6 шығады. Бұдан бірақ 6 сан шығады. Себебі мында 0 болғандықтан 0-ден бастай алмаймыз. 4-4-тен, мына жақта 6-6-дан. Кеттік. 5, 3, 1, 6 сан. 5, 2, 1, 6 сан. Бірақ енді 5, 1, 1-ді ала алмаймын уже. 1, 2 рет қайталанбау керек. Значит, 18 сан шықты. Енді 4 пен 2, 4, 3, 2 болуы мүмкін. 6 сан шығады, е? 4, 2, 2-ні ала алмаймын. 3 пен 3 алынбайды. Болды, онда осы. Осы жауаптардың қосындысы. 20, 18, 6, общий 44 сан шыға ма сонда?
Түсінікті ма? Мгм. Иә. Түсініксіз болып жатса, осындай сұрап алыңыздар. Міне, значит, общий осындай 44 сан шығады екен. Ол анау маңызды емес, главное бізге үлкен мен кішісінің қосындысы 6 шықса болды. Ортасындағылардың бәрі вариантын қарастырамыз сонда. Мгм. Вот күрделілігі осы жерде соның логикасы. Так, кеттік. 4 есе көп кәмпит жеді дейді. Так, мақсат, алмас. Кімде мақсатта 4 есе көп кәмпит бар, е? Міне 4 есе көп кәмпит. Енді не дейді? Бұл кәмпиттің балалар өз кәмпиттерінің жартысын жеді дейді. Мынау бір дорба десек, бір бөлігі, соның жартысын жеді. Мынау да өзінің мынандай кәмпитінің астыңғы бөлік жартыларын жеді. Мына жартысын жеді, мына жартысын, мына жартысын, мына жартысын. Сол кезде 9 кәмпит артық қалды дейді. Ол мына 3 бөлік қой разница. 9-ды 3-ке бөлеміз. 3. Значит, ол жарты бөлігіндегі кәмпиті 3. Міне. Содан кейін 9 қалды деп тұр. Сонда общий мына балада 6 болды. 6 кәмпит. Ал мынада 3. Мына бір бөлігі сонда 6. 6-дан 4 бізде қанша? 24 болады сонда. Мына балада 24 кәмпит. Басында балаларда 24 қосу 6, 30 кәмпит бар деген сөз. Так, кеттік келесі. Так, не дейді? Бірінші қорапта қанша алма болса, екінші қораптағы алма, үшінші қораптағы алма сонша артық. Так, бірінші қорап бар, екінші қорап бар, үшінші қорап бар. Бірінші қорапта алма қанша болса, екінші қораптағы алма саны, үшінші қораптағы алма санынан соншаға артық. Значит, екінші қорапта примерно мынандай алма бар дейін. Үшінші қорапта мынандай алма бар. Екінші қорапта дейді, сол үшіншіге қарағанда біріншідегіден артық. Значит, екіде бірдікіндей де, үштікіндей де, екеуінің қосындысындай бар деген сөз міне. Мына жерде барлық қораптың саны жазылмай кетіпті ғой. Барлығы 300 алма деп алайын. Алма саны жоқ, есеміз қазір шықпай қалады. Так, 300 алма деп алайық. Ой, қазір өшіре салайыншы. Так, міне. Енді не дейді? Міне, қарасаңыздар, бірінші қораптағы алма болса, екінші қорап. Ой. Алло. Алло. Қазір мен қолым бос емес, сосын хабарласам, сабақ өтіп отырмын, хорошо? Так, бірінші қораптағы алма қанша болса, екінші қораптағы алма саны, үшінші қораптағы алма санынан соншаға артық. Міне, значит, мынау бірінші қорап, екінші қорап, екіде, значит, екеуінің қосындысы. Сонда қарап тұрсаңыздар, мына екіде барлық алманың жартысы деген сөз. Сөйлемді солай берілген. Барлық алманың жартысы. Енді барлығы 300 алма болса, екінші қорапта уже 150 алма бар екен, түсінікті. Бірінші қораптағы алма, үшінші қораптағы алмадан 50-ге артық. Значит, мынада азырақ, мынада көбірек. Міне, көп бөлігі мынау 50-ге артық. Ол 150, мына екіншісі болса, 1 мен 3-тің қосындысы 150, енді түсінікті жағдай. Сонда мына жердегі 50-ді алып тастаймыз. 150-ден 100, 2-ге бөлеміз 100-ді. Сонда 50 бірінші қорапта. Мынау 50-ге артық болса, 100 екінші қорапта. Үшінші қорапта деген. Мынау бірінші қорапта. Екінші қорапта 150. Сонда барлығын қоссақ 300 шығады. Мына жерде не деп тұр? Бірінші қорапта қанша алма болса, 50. Екінші қораптағы алма үшіншіден соншаға артық. Значит, үшінші 100-ден 50-ге артық 150 шығады. Міне. Шатастыру үшін берілген, бірақ несі, мағынасын түсінсеңіздер, осындай оңай тапсырма. Что ананың жартысы екен түсіну керек есептеп болды. Бұлай сөзбен берілген кезде қиын болып кетеді. А так осындай оңай тапсырма. Кеттік келесі. Мына фигураның ауданын тап дейді. Енді мына жерде
бар нәрсемен жұмыс жасайсыздар, қараңыздар. Мынау 7, мынау ауданы 10, 105 болса, мынаны тауып аламыз. 105-ті 7-ге бөлсек, 15. Значит, мынау да 15. 15, 75-ті 15-ге бөлсек, мына жері 5. Мынау да 15. Значит, 15, 150-ді 15-ге бөлсек, мына жағы 10 деген сөз, мына жері. Енді, мынау 10 болса, мынау 15. Значит, мына жері 4. Мынаны табу керек ауданы. Мынау 4 бізде белгілі болды. Енді тағы нен? Мына жақта мынау 4 болса, так, мына жер 4 болса, мынаны таба аламыз. 76-ны 4-ке бөліп тастаймыз. 19. Мына жер 19. Енді қараңыздар, мына жерді табу керек енді бізге. Мынау 10, міне, мынау 10, мынау 5, мынау 7, общий қоссақ 22. Содан мынау 19-ды алып тастасақ, ана бөлігі қалады. 3 деген сөз. Мынау 3, мынау 4, көбейтіндісі 12. Ауданы міне осылай. Үстіп табасыздар. Түсінікті ма? Бар нәрсемен жаңағы белгісізді тауып отырасыздар ғой, каждыйына. Сөйтіп оңай шығады осылай. Кеттік келесі. Мына жерде төртбұрыштың периметрі деген сөз, екі қабырғасының қосындысы. Значит, мына екеуін қосқан кезде, оны 2-ге көбейткенде 444 шығып тұр. 244. Значит, оны 2-ге бөлсек 122. Мына екі қабырғасын қоссақ 122 шығады. Мына екі қабырғасын қоссақ 122 шығады. Енді мән беруіміз керек. X қосу Y 23. Мынау дециметр. Значит, мысалға 10 дециметр десек, ол 100 сантиметр болады деген сөз. Сонда мына 10-нан 1 бөлігі 1, 2, мына 10-ға бөлінді. Нені? 1 бөлігі мына қараңыздар. Да? Дауысын басып қоясыздар ма? Хорошо. Алады. Бір-бірлеріңізді естімей қаласыздар да. Так, қараңыздар енді. Мына жақта сонда мынау 1 бөлігі, мынау дециметр ғой. Мына жері уже бізде 1 бөлігі болып саналады. Так, енді мына жақта неге мән береміз? Так, X қосу Y, значит, ол 23. Мынаның ішінде мынау дециметрмен беріліп тұр онда бізде. Так, 122, мына екеуінің қосындысы болып тұр. Сонда 122-ден 23-ті алып тастаймыз да. Так, 9 бөлікке бөлеміз, қараңыздар. 99, 9 бөлікке бөлетін болсам, ойбай, 9-ға, сонда 11 болады. Яғни бізде мынау сантиметріміз 11 сантиметр. X-іміз. Ал Y-іміз, мынау 122 деп алдым ба мен? Мынау 122 болды ғой. Так, анадан азайтатын болсам, қазір менде не шығайын деп тұр? 111 шығайын деп тұр. Так, жоқ. Ойым неғып кетті. Олай болмайды. Бізде мына жерде қалай болады? Қараңыздар, ана 10-нан 1 бөлігі. Сонда қалай болады? 10-нан 1 бөлігі болса. X қосу Y-ті қосқан кезімізде 23 шығатын болып тұр. Мына жақта так қалай болады? Так, общий мына екеуін қосындысы 122. Так, мына жерде мынаған мынаны қосатын болсақ 122 шығады. Енді анау бізде мынау 10-нан 1 бөлігі дециметрде, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Значит, мынау менен мына екеуінің қосындысы 23.
10-нан 1 бөлік болады. Так. Наоборот, мына 11 дегеніміз біздің мынау неміз болып тұр. Дециметр Y-іміз болып тұр 11. 11 Y-іміз болып тұр. Сонда X-іміз не болды? X-на 23-тен 11-ді алып тастасақ 12 шықты міне. Енді 11 дециметр дегеніміз 110 сантиметр. 110 сантиметрге 12 сантиметрді қосып 2-ге көбейтсек, міне 244 шығып тұр. Ал мынаны дециметр түрінде алатын болсам, 11-ге 12-ні қоссам, 23 шығып тұр. Міне X қосу Y дұрыс. Мына жерде Y екен 11, X емес. Мына жерде осылай шығарамыз. Мына есеп түсінікті ма? Қараңыздаршы. Сәл күрделі есеп. Периметр 244 дейді. 12-ге бөлсек, мына екеуінің қосындысы 122 екен түсінікті. Енді мынау дециметрмен берілген түрі, мынау сантиметрмен, сонда 23 шығады екеуінің қосындысы. Значит, біз мынаны білуіміз керек. Мынау бір бөлігі екенін. Мынау 10-ға бөлгендегі бір бөлігі. Сонда мына бар 122-ден 23-ді алып тастаған кездегі міне. Мынаны қалған біз мына 9 бөлікке бөлеміз. Мына дециметрді анықтап алып отырмыз. 11 дециметр, значит 11 дециметр 110 сантиметр.